Сәлем достар, мен бүгін сіздерге өте қолжетімді заттармен жасалатын үй жағдайындағы тандыр нанның рецептімен бөлісемін. Видеомның соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге қажетті заттар: су, қатық, сұйық май, ашытқы тұз, бір жұмыртқа және ұн қажет. Описаниясын астына қалдырып кетемін. Яғни жылы суымызға дрожжымызды және тұзымызды салып араластырып аламыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды салып араластырамыз. Осы қоспаға бір кесе қатық немесе айранды қосамыз. Және оның үстіне жарты кесе сұйық майымызды қосамыз. Әбден массамызды араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұн өз қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабысатындай болуы қажет. Міне қамырымыз осындай болды. Енді осының үстіне сәл ғана сұйық майымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, 1-2 сағатқа көтерілтіп қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді столдың үстін майлап, қамырымызды саламыз. Осы қамырымыздан 4 күлше нан шығады. Міне достар, енді осының бетін салапанмен 5-10 минутқа көтерілтіп қоямыз. Міне біздің қамырымыз 2 есеге ұлғайды. Енді осыны табамызға саламыз. Табаға салып, тағы да көтерілтіп қоямыз. Міне біздің қамырымыз ұлғайды. Енді осыны қолымызбен өрнектеп шығамыз. Сәл ғана саусағымызды майлап алып, ұшымен осындай өрнек жасаймыз. Вилкамен тесіп шығамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және үстіне күнжіт сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Ұнаса лайк басып, каналыма жазылып кетіңіздер.